Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір біздің әдебиетті оқу сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ертегілер әлемінен Леонардо да Винчидің құмырсқа және бидай дәні. Оқу мақсаты кейіпкерлердің сыртқы қабілетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау. Балалар ой қозғау әдісі бойынша шашырап жатқан сандарды өсу ретімен орналастырғанда Леонардо да Винчидің ертегісінің аты шығады. Қане балалар, мына жерде көп сандар жатыр, соларды өсу ретімен орналастырайықшы, сонда қандай сөйлем шығады екен? Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз не туралы болады деп ойлайсыңдар? Қане, өздерінің болжамдарыңды жасаңдаршы. Тамаша балалар, яғни бүгін біз Леонардо да Винчидің құмырсқа мен бидай дәні ертегісін оқимыз. Балалар, Леонардо да Винчи 1452 жылы дүниеге келіп, 1519 жылы дүниеден озған кісі. Италияның аса ірі қайраткері және сол кезеңнің негізін қалаушылардың бірі. Леонардо да Винчи тек ұлы суретші ғана емес, ұлы математик, физик, астроном, архитектор және инженер болған. Леонардо да Винчидің Мона Лиза суретін салған. Бұл оның ең әйгілі шығармасы. Жарайсыңдар балалар. Қазір бәріміз құмырсқа мен бидай дәні ертегісінің видеоролигін көріп тамашалайық. Егінді түгел жинап алғаннан кейін бидайдың жалғыз дәні жерде қалып қойған еді. Қыз түспей тұрып, өзіне топырақ астынан пана іздеуді ойлайды. Осы кезде қасынан өтіп бара жатқан құмырсқа бидайдың дәнін көрді де, қуанғаннан бұл олжасын илеуіне қарай домалатып ала жөнелді. Қабырғасы қайысып, көп азапқа түскен құмырсқаға бидай дәні: «Әй құмырсқа, сен бұлай бейнетке бата бермесең қайтеді? Мені тастады кете бер» деді. «Мен сені тастап кетсем, қыста азықсыз қаламын ғой. Біз көппіз, осылай әрқайсымыз бір-бірден дән апарсақ, қысқа көп азық жинап аламыз». Сөйтіп құмырсқа илеуі қазынаға толады. Сонда бидай дәні аз ойланып тұрып былай деді: «Әй, еңбекқор құмырсқа, менің сөзімді тыңдашы өзің». Құмырсқа арқасындағы ауыр дәнді жерге түсіріп, дәннің сөзін тыңдап демалып отырды. Жарайсыңдар балалар. Ертегіні көре отырып мазмұнын түсінсе, қане сұрақ-жауап әдісі арқылы маған мына сұрақтарға жауап беріңдерші. Құмырсқа не тауып алды? Оны қайда апармақшы екен? Балалар, неге ол бидай дәнін көміп кетті деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Сұрақтарға бәріміз жақсы толық жауап бердік. Ал енді суреттер сөйлейді әдісі бойынша балалар, мына суретке қараймыз. Суретте ертегінің қай сәті бейнеленген? Қане, кім маған әңгімелеп айтып береді? Тамаша балалар, өте жақсы. Әңгімелеп айтып беріңдер. Жарайсыңдар балалар. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін тақырыбын жазамыз да, 3-ші тапсырма сәйкестендіру. Бұл тапсырманы балалар жазбаша орындаймыз. Мына жерде құмырсқа мен шегірткен суретін астындағы сөздермен сәйкестендіреміз. Жақсы балалар, тапсырманы орындасақ, менің көрсеткен орындаған жазуымен өздеріңдікін сәйкестендіріңдер. Сендер де осылай жазды деп ойлаймын. Өте жақсы балалар. Қане балалар, кішкене қолымыз талып шаршап қалсақ, сергіту сәтін жасап жіберейік. Жақсы балалар, бізде келесі тапсырма бекроним әдісі. Балалар, құмырсқа сөзінен бірнеше сөз шығаруға болады. Қане дәптерімізді ашып, кім жылдам және кім көп сөз жазады екен? Қане маған көрсетіңдерші. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Сендерде де осындай сөздер шықты деп ойлаймын. Құмыра, қасқыр, қас, құрма, қасық, қысқа, қыс деген сөздер шықты деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сен білесің бе айдарында, балалар, бір құмырсқа өз жемтігін тапқан соң, басқа құмырсқаға азығын табуға көмектесе алады. Құмырсқалар бір жол бойымен жүріп,
отырып азық табуды үйретеді. Басқаны үйрету үшін өзі жүргеннен 4 есе баяу жүреді екен. Олар бір-біріне жалғанып, басқалар өту үшін көпір жасай алады. Құмырсқадан балалар нені үйренуге болады? Яғни қанағатшыл болуды, еңбекқор болуды, топпен жұмыс жасау, өз міндетін жауапкершілікпен орындайды және бауырмалдыққа үйренуге болады екен балалар. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, осы біздің оқыған бүгінгі ертегіміз құмырсқа мен бидай дәні ертегілер тобының қайсына жатады? Өздерің болжап айтыңдаршы. Тамаша балалар, бүгінгі білім қоржыны әдісі арқылы өздерінің жасыл алма, яғни барлығын түсіндім, сары алма енді түсініп келемін, қызыл алма түсінбедім әдісі бойынша маған кері байланыстарыңды жасаңдар. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.